Сәлем достар, гемоглобин дегеніміз не? Неліктен ол төмен болады? Гемоглобинді көтеру үшін не істеуіміз қажет? Мені жоғалта алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Гемоглобин темірге бай ақуыз. Эритроциттердің пайда болуының бастапқы кезеңінде пайда болады. Гемоглобиннің қызметі ағзаның тіндерін оттегімен қанықтыру, олардан көмірқышқыл газын алып өкпеге қайтару. Гемоглобиннің төмендеуімен тіндер мен органдар оттектің ашығуын сезінеді. Әдетте ересектерде гемоглобинді бір деңгейде сақтау керек. Гемоглобин деңгейінің төмендеуі әдетте денеде темірдің жетіспеушілігін көрсетеді. Соның салдарынан анемияның барлық түрлері және басқа патологиялар дамуы мүмкін. Төмен гемоглобиннің белгілері. Гемоглобин төмен болса, мынадай көріністер орын алады. Құрғақ және бозғылт тері, еріннің көкшіл реңктері және тілде ашық қызыл. Еріннің шеттерінде жарықтар болады. Сынғыш тырнақтар, терінің қараюы, әлсіздік, өсудің тоқтап қалуы, шаштың түсуі, жиі әлсіздік пен шаршау, естен тану, ұйқышылдық, тұрақты бас ауруы, төмен қан қысымы, жылдам жүрек соғысы, иіс сезуінің бұзылуы және дәм сезуінің әдеттерінің өзгеруі, тәбеттің төмендеуі, ауыздың құрғауы, нәжістің бұзылуы, организмнің жалпы иммунитетінің әлсіреуі. Гемоглобиннің төмендеуі әрдайым клиникалық түрде байқалмайды және симптомсыз болуы да мүмкін. Патологияны уақытында анықтау және қажетті емдеуді бастау үшін профилактиканы үнемі жүргізіп анализ тапсырып отыру керек. Төмен гемоглобиннің себептері. Әдетте гемоглобиннің төмендеуі басқа ауруларға байланысты жүреді. Сонымен гемоглобин мына жағдайларда төмендеуі мүмкін. Сыртқы және ішкі қан кетулер, бүйрек ауруы, эндокриндік жүйенің бұзылуы, ұзақ уақыт диета ұстау, ұзақ мерзімді инфекциялар, басқа сипаттағы ісіктер, организмдегі гиповитаминоз және минералды жетіспеушілік, темірдің сіңірілуі бұзылған асқазан ішек жолдарының аурулары, аутоиммунды патологиялар, қан айналымы жүйесінің аурулары. Сонымен қатар аурудың, қан құюдың, депрессияның және ұзаққа созылған стресстің салдарынан жүкті әйелдерде гемоглобин деңгейі төмендеуі мүмкін. Егер қандағы гемоглобиннің орташа концентрациясы жоғарыласа, бұл ауыр аурудың бар екендігін білдіруі мүмкін. Асқазан ішек жолдары, астма, ісіну, аллергия, жүрек жеткіліксіздігі және тағы басқа. Артық мөлшердің өзі әлсіздікке, тез шаршағыштыққа, ұйқының бұзылуына, бас ауруына әкеледі. Сондай-ақ гемоглобин деңгейінің жоғарылауы тәжірибелі темекі шегушілерде, таулы аудандардың тұрғындарында және кейбір спортшыларда, мысалы альпинистерде қалыпты жағдай болып есептелінеді. Қандағы гемоглобин үшін қан құрамындағы эритроциттер жауап береді. Егер лейкоциттердің саны артып кетсе, ол эритроциттерді басып, оның азаюына әкеп соғады. Мұндай жағдайда көп мөлшерде қан кеткенде немесе суық тиіп, созылмалы аурулардан кейін ұшырайды. Гемоглобиннің төмендеуін бет-жүздің бозарғаннан және әлсіздіктен де байқауға болады. Темір, фолий қышқылы мен с дәруменін көп жесеңіз, гемоглобин қалпына келеді. Ағзаның қан жасаушы қызметінің негізі біздің не жеп, не ішетімізге байланысты. Ағзамен жақсы қабылданатын, қанға жақсы сіңетін тағам түрлерінің бірі сиыр етін қарақұмық ботқасымен жеген дұрыс. Созылмалы аурулардан кейін ағза қалпына келу үшін көп мөлшерде ақуыз қажет. Кагор, түйе жаңғақ немесе қызыл алма. Таңмен аш қарынға немесе түскі ас алдында 50 грамм кагор ішу, немесе 3-5 түйе жаңғағын жеу, күніне бір қызыл алма міндетті түрде сіздің гемоглобиніңізді көмектеседі. Анар. Анардың дәнін жейсіз бе, әлде шырын ішесіз бе, таңдау еркі өзіңізде. Шикі сәбіз бен қызылша шырындарын ішу де өте пайдалы. Бұл көкөністердің шырындары ауызды қуырады. Сол себепті аздап сумен араластырып ішсеңіз де болады. Бір күнде жарты стақан жеткілікті. Ескерту, қызылша шырынын 2 сағаттай қойып қойған жөн. Содан соң барып қана ішіңіз. Таза ауаға жиі шығыңыз. Саябақта, қала сыртында, далада жиі серуендеңіз. Қанға оттегі қажет. Адам ағзасында барлық минералдар мен дәрумендер бір-бірімен байланысты. Егер біреу жетіспесе, екіншісінің сіңуі екіталай. Темірдің жақсы сіңуі үшін Б тобындағы дәрумендер мен ішкі секреция бездерінің жұмысы жақсы болуы қажет. Кеңестер мен ескертулер. Гемоглобиннің қалпына келу процесі тез болмайды. Әдетте жақсы нәтижеге жету үшін 3 айдай уақыт қажет. Егер гемоглобин қалыпты жағдайдан өте қатты түсіп кетсе, дәрігер жазып берген темір көбейтетін арнайы препараттарды қабылдаңыз. Сонымен қатар, шай мен кофені темірдің сіңірілуіне кедергі болатын ұмытпаңыз. Темір препаратын кальций препараттармен бірге қабылдамауға кеңес береді. Өйткені кальций ағзаның темірді сіңіруіне тосқауыл болады.
қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.